Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті де ардақты жамағат, біздің бауырларымыз. Сіздермен бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз жүрек дерттері және одан арылу жолдары деген тақырыпта сөз өрбітетін боламыз. Жалпы Алла Тағала адам баласын жаратқаннан кейін оған тән берді, оған жан берді. Сол адам баласының тұла бойында ең ардақты жері, сақтау керек болған ағзасы әрине ол жүрегі. Алла Тағаланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің сөзінде Алла Тағала сіздердің сыртқы келбеттеріңізге, мал, мүлік дүниелеріңізге назар салмайды. Бәлкім Алла сіздердің жүректеріңізге және іс әрекеттеріңізге қарайды деп айтады. Міне осы аят хадистің негізіне назар салып қарайтын болсақ, Алла Тағала адам баласының жүрегіне аса қатты мән беретіндігін айтады. Яғни бұл жерде адам жүрек дерттерінен барынша сақ болуы керек екендігін меңзейді. Яғни жүрек дерттері дегеніміз ол материалдық бір ауру емес, бәлкім бұл жүректегі рухани бір дерт, қоғам ішіндегі дерт, нәпсісімен күресу. Алла Тағаланың құзырында кез келген оған қарсы келетін дүниелерді жүрек арқылы сақтап, оны орындау бұл үлкен қоғам дерттерінің бірі. Енді біздің ғұламаларымыз жүректің қатаюына көптеген себептер бар деп айтады. Соның ішіндегі ең негізгілерін тілге тиек етіп бұлай деп айтады. Біріншісі күнәні көбейту, оны тұрақты түрде істеу деп айтады. Адам баласы күнәнің үлкен кішілігіне қарау керек емес, бәлкім кімге қарсы келіп жатқандығына мән беру керек деп айтады ғұламаларымыз. Демек, жүректің қатаюына себеп болатын бірінші дүние күнәні оп-оңай жасай беру және оны тұрақты түрде істеу. Екіншісі, Алланың құзырындағы адам баласына, мұсылмандарға міндетті болып табылатын парыз амалдарды тәрк ету және оған жеңіл қарау. Бұл да жүректің қатаюына, жүрек дерттеріне алып баратын екінші себеп. Үшіншісі, арам болған іс-әрекеттерді ұялмастан емін еркін іске асыру. Құдай сақтасын. Біз қазақ халқы бұрыннан Құдайдан ұялатын, Құдайдан қорқатын, оған иман еткен елміз. Ал енді мына жердегі айтылған үшінші себеп өте ауыр. Арам істерді оп-оңай жеңіл жасау бұл адамның жүректеріне тікелей әсер етеді. Өйткені жүрек өте сақтаулы дүние. Ал жүрекке құйылатын өте көп каналдар бар. Ол көз, ол тіл, ол құлақ, ол қол, ол аяқ, кез келген ағза мүшелерімен жасалған теріс лас іс-әрекеттер міндетті түрде жүрекке әсер етеді. Енді осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сөзінде былай деген екен: күнә істегенде жүректе бір дақ пайда болады дейді. Егер де тәубе етілетін болса, ол дақ сол мезетте өшіп жойылады. Күнә істеу ары қарай жалғасын табатын болса, ол дақ үлкейіп, жүректі толығымен қаптап алады деген екен. Яғни осы Алла елшісінің сөзі біздің адам бойындағы маңызды дүниені және жүрекке байлап отыр. Хасан әл-Басри атақты табиғин, Алла оған разы болсын, жүрек дерті 6 нәрседен пайда болады деген екен. Міне осыған жақсылап назар салып қарайтын болсақ, ол кісі біздерге жүрек дерттерін былай деп түсіндіріп береді. Тәубе үмітінде күнәні істей беру. Күнәні мен тәубе етем ғой, ертең тәубе етем ғой деп Аллаға қарсы келген шайтанның артында ілесіп жүру. Екіншісі, білген білімін іске асырмай, ілім алуды жалғастыра беру деген екен. Бұл міне көбінесе ілім жолында жүрген шәкірттерге тікелей қатысты дүние. Үшіншісі, істеген ісінде ықылассыздық болу. Қандай да бір дүниені ықылассыз, Алланың разылығынсыз жасау, бұл да жүрек дерттеріне алып баратын істер. Төртіншісі, Алланың ризығына шүкір етпей жей беру. Қараңыз, өте қандай нәрселерді айтып жатыр. Алла Тағаланың біздерге санын есептесек есебіне жете алмайтын ұлы нығметтеріне мән бермеу. Бесіншісі, Алланың берген несібесіне разы болмау.
яғни бұл қанағатсыздық. Алтыншысы өлімді көріп тұрып, біліп тұрып, одан ешқандай ғибрат алмау. Міне осы жоғарыдағы аталған дүниелерді атақты табиғин Хасан әл-Басри жүрек дерттеріне алып баратын дүниелер деп тізіп берген екен. Енді осы тұста құрметті көрермендер, ардақты бауырлар, жүрек дертінен арылудың бірнеше жолдарына тоқталып өтетін болсақ, ғұламаларымыз біздерге бірнеше нүктелерді ұсынады. Біріншісі шынайы тәубе ету. Тәубе дегенде біз қазақ халқы жақсы ұғынамыз. Тәубе ету деген сөз жасаған қателіктерге өкініп, Алланың алдында өзіңізді кішірейтіп, сол қателігіңізді мойындап, екінші сол іске бармаймын деген шынайы ықыласыңыз. Бұл тәубе болып есептеледі. Алла Тағаланың елшісіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір сөзінде «Ат-таибу миназ-замби каман ла занба лаху». Мағынасында күнәсына шынайы тәубе еткен адам мүлде күнә жасамаған адам тәрізді болады деп айтады. Екінші мән беретін дүние құлшылыққа берік болу. Осы жолы дұрыс ұстану. Одан кейінгі дүние шыншыл, салиқалы, ізгі адамдармен араласу, олармен дос болу, олардың сұхбатына көбірек қатысу. Бұған қатысты Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде «Уа иман еткендер, Алладан қорқыңдар және шыншыл адамдармен бірге болыңдар». Шыншыл адамдармен жолдас болу, олармен табақтас болу, олармен бірге жүру, бұл адамның жүрегіндегі дерттерді емдейтін бір жол. Одан кейінгі мән беретін дүние, мұсылман адам баласы болғаннан кейін үздіксіз Құранды оқып жүру. Оған көңіл бөлу. Шамаңыз келгенше, әрине, әлбетте ол араб тіліндегі түпнұсқадан оқу, оған шамаңыз келмесе, осы жолда тәлім алып, өзіңізді білім жолына арнау. Енді бұған қатысты Құранда Алла Тағала өзі айтады: «Ва нуназзилу минал Qur'ани ма хуа шифау ва рахмату лил муъминин». Біз Құранды мүміндер үшін шипа һәм рахым болатын аяттарды түсіреміз деп айтады. Құранды үздіксіз оқып отыруыңыз сіздің жүрегіңіздегі дерттерді біртіндеп, жаймендеп, ол тазартады. Сіз ойламаған халде Құран өзі адамзатқа жіберілген тура жол, ақиқатты көрсетуші және қияметке дейін жанымыздағы шипа, насихат. Одан кейінгі бұл Алланы үнемі еске алып жүру. Жалғыз болыңыз, көпшілікпен бірге болыңыз. Қандай да бір жұмыс әрекетте жүріңіз, қолыңыз босай қалса, Алла Тағаланы еске алып отыруыңыз. Өйткені Құранда баршамызға белгілі болғандай, Алла Тағала «Вали зикруллахи акбар», Алланы еске алу құлшылықтың ең төресі, үлкені деп баяндап кеткен. Одан кейінгі жүрек дерттерінен арылатын біздерге насихат, бұл әрқашан шамаңыз келгенше садақа, зекет беріп, адамдарға жақсылық жасау. Өйткені Алла Құран кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға «Хуз мин амуалихим садақа», олардың дүние мүлкінен зекет, садақа ал. Зекет, садақа алғаннан кейінгі нәтижені қараңыз. «Тутаххирухум ва тузаккихим биха». Сол арқылы, яғни садақа, зекетті олардан алу арқылы оларды тазартып, күнәларынан арылт деп айтады. Яғни тазарт деген сөз жан дүниесін, тілін, ділін, жүрегін тазарт. Сол іс-әрекет жасаған кезде адам міндетті түрде тазарудың жолында жүреді. Сол секілді сәламату содыр деп айтады ғалымдарымыз. Кең пейілдік, дархан көңілдік, жүректің, көңілдің таза болуы және нәпсіге ермеу. Бұл адамның жүректерін тазартуға себеп болатын дүние екен. Олай болса, құрметті бауырлар, біздің мына қысқа да қамшының ғұмырындай өмірімізде Алладан берілген ұлы аманатымыз жүрегімізге сақ болып, сол жүрекке құйылатын каналдарды тазартып, Алланың ұлы аманатына берік болуымыз тиіс екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның 23 жылдық пайғамбарлық миссиясы да міне осы әуелі жүректі екіжүзділіктен, күпірліктен тазарту болса, одан кейінгі ізіне ілескен сахабалар, ұлы табиғиндер мен ғалым ғұламалардың да ислам ілімдерін жаю барысындағы негізгі мән берген дүниесі әрине ол жүрек екен, бауырлар. Алла Тағала баршамыздың жүрегімізді сау етсін, жүректерімізді кір, лас, іс-әрекеттерден тазартып, Құдайдың құзырына барған кезде Құран кәрімде Алла өзі айтқандай,
сау жүрекпен баруды баршамызға Алла нәсіп етсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи rabbil alamin.